12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Спорт кезет хабарының бүгінгі санын біз ММА, грэплинг, панкратион спорт түріне арнаймыз. Ол үшін Мұнайлы ауданындағы Иса спорт кешеніне келдік. Жігіттер, спортшылар дайын, бапкерлер дайын. Ендеше бүгінгі хабарды бастаймыз. Менің жанымдағы бапкер Айдын Қосдәулет бүгінгі таңда осы Мұнайлы ауданындағы Иса спорт кешеніндегі ММА, грэплинг, панкратион секілді спорттың бапкері, шәкірт тәрбиелеп жүр. Бүгін арнайы осы залға келдік. Көргеніме қуаныштымын. Айдын, енді сен өзің осы спорт кешеніндегі шәкірттерге тоқталайық. Бүгінгі таңда қанша бала бар қоластыңда, жалпылама жаттығу барысы қашан басталды? Содан бастайық. Біздер іргетасымыз былай айтқанда 2018 жылы бастадық. 2 жылдай жұмыс жасап жатырмыз. Біздің қазір балаларымыздың жетістігі өте үлкен деп айтсам болады. Бұны айта кететін болсақ, қазір ұлттық аралық жекпе-жектен бізде де 2 дүркін Қазақстан чемпиондары бар. Және де грэплинг спорт түрінен балалар арасында Азия чемпионы бар, және жүлдегерлері бар. Панкратион және ММА деген секілді спорт түрлерінен де өте көп жетістікке жетіп жатыр. Оны айтатын болсақ, бізде Сопиев Медетбек деген оқушымыз 2 дүркін Қазақстан чемпионы болды. Ұлттық аралық жекпе-жек спорт түрінен. Және де оған тағы да 7 жастағы Тастаев Бекболат деген баламыз бар. Ол да 2 дүркін Қазақстан чемпионы болды. Ұлттық аралық жекпе-жек спорт түрінен. Және де грэплингтен дәл солай. Аға інілі біздер Тастаевтар деген бар. 2 бауырлы жігіт. Біреуі 6 жаста, біреуі 7 жаста. Інісі Азия чемпионатында грэплингтен чемпион Азия болып келді. Ал ағасы 2-ші орын алып келді, күміс жүлдегер болып келді. Осылай секілді айтатын оқушыларымыз өте көп. Жалпылама қанша оқушы бар қазір? Қазіргі таңда таңғы түскі кешкі уақытта бізде қазір 4 мезгіл жаттығу жүреді процесі. Әр группада былай айтқанда 30-дан балдар бар. 30 сол патолог, 30-дан балдар бар. Дайындалушы. Енді жаңа айтып өттік қой, ММА спорты, грэплинг және панкратион. Осы 3 спорт түрінің өзара айырмашылығы бар ма? Әлде барлығы бір бағыт, бір жаңа шайқас түрі ма? Әрине, әрқайсының өзіне тән ерекшеліктері бар, айырмашылықтары бар. Айта кететін болсақ, мысалы, панкратион ол айтқанда жекпе-жек түрі ғой, панкратион. Грэплинг болса, ол күрестің бір түрі. Айтқанда ауырту әдістері. Ауырту әдістерімен, басқа спорт түрлерінен ерекшелігі бұл спорт түрінің. Мысалы, ММА-ны алсақ та, панкратионда алсақ та, немесе грэплинг алсақ, бұл спорт түрлері әртүрлі спорт түрлерінің қосындысы болып келеді. Мысалы, бокста тек стойка жұмыс жасап болсақ, чисто бокстың стилімен. А бұл жерде бокста бар, күресте бар, барлығы қосындысы, былай айтқанда. Әмбебап спорт түрі деп айтсақ болады. Бір ерекшелігі атап өтетін. Түсінікті. Енді мына былай айтқанда енді бұл ұрыс түрі кез келген спорт енді қиын ғой. Белгілі бір дене жарақаты болады, басқа болады. Ал осы мына сіздің спортқа қандай шектеу бар? Неше жастан бала қабылдайсыздар? Неше жасқа дейін мысалға? Қазіргі таңда 6 жастан бастап қабылдап жатырмыз. 6 жастан. Және 5 жастан да келеді. Бейімділігі жақсы балдар. Айтқанда шустер балдар дейміз ғой. Бейімділігі жақсы балдарды 5 жастан да алып жатырмыз. Және де шектеулер, бұл спорт түрінде шектеулер бар өзіне жарысында. Нагрузка, сіз айтып отырсыз ғой, күш. Мысалы, қазіргі балалар группасына ол былай айтқанда ойын түрінде өтеді. Пока. Ондай қатты ересектер секілді нагрузка жоқ оларда қазір. Бізде тек балалар түнікісінде көбінесе жаңағыдай отработкілер, және де ойын түрлері ол қазір кішкене солай өтеді. Балдарды бейімдеу үшін. Қазірден нагрузканы көп салмаймыз оларға. Ересек топтарында, қазір ересек топтары бізде қазір былай айтқанда профессионально ММА-дан шығып жүр балдарымыз. Оларға нагрузка как положено. Түсінікті. Ал жарысқа қашан шығады? Мысалға 6 жасында келді алғаш рет. Қанша уақыт жаттығу керек? Жарыс енді бізде жаңа айтып өттім ғой, біздің чемпион Азия қатысып келген балдарымыз, олар 5 жасында келді, 6 жасында чемпион Азия болып келді. 1 жылда. 1 жылдың ішінде өте көп жетістіктер көрсетті. Чемпион Қазақстан болды, призер Қазақстан болды, чемпион облыс болды айтқанда. Джиу-джитсудан шығып жатыр балдарымыз. Айтқанда енді 1 жылдың ішінде айтқанда Аллахтың қалауымен өте үлкен деңгейде және үлкен дәрежелер көрсетіп жатыр. Енді жаңа әртүрлі спорттың қосындысы соның арқасында бұлар да әртүрлі спортта өздерін шымырлатып жаңағыдай шеберліктерін шыңдай береді. Біздер бір спорт түрімен шықпаймыз. Мысалы,
грэплингпен айналысатын жігіттер бұл жерде джиу-джитсумен де шыға береді. Екеуінің айырмашылығы енді дәл бірдей, ережелерде ұқсас, киімі тек кимономен шығады джиу-джитсуда. Мысалы, панкратион қатысып жүрген балдар ММА-дан да шыға береді. Екеуі барлық спорт түрінен кете береміз. Менің жанымдағы чемпионды мұнайлаудан жақсы таныйды. Жалпылама осы ММА, панкратион және грэплинг әлемінде жақсы танымал. Атап айтсақ, республикалық және халықаралық турнирлердің, жарыстардың жеңімпазы әрі жүлдегері Азамат Ізтұрғанов. Бауырым, бұл спортқа сен қашан келдің? Кім алып келді? Қандай жарыстарға шықтың? Сол туралы айтшы. Мен өзім қатысқаныма қыркүйекте келдім. Сосын папам алып келді. Папам айтты, жекпе-жекке қатысты. Сосын қатыстым. Бір жыл болған соң, бір ай өткенше сосын жарысқа шықтым Ушурсандағы. Содан екінші орын алып қалдым. Содан Маңғыстау жекпе-жектен тағы шықтым. Үшінші орын алып қалдым. Ақтөбеге барып келдім, панкратионнан екінші орын алдым. Бейнеге барып үшінші орын алып қалдым бар. Басқа бір қандай халықаралық турнирге қатыстың? Қайсысын жеңіп келдің? Алматыда, Международный. Кімдермен шықтың? Ол кезде қарсыластар қай жақтікілер болды? Қырғыздікі. Қырғыздікі? Қалай, мықты ма екен? Нешінші орын алдың? Бір чемпион болдың. Айнағай, Ламан ағайыма рахмет айтамын. Папа, мамама мұнысы айтамын. Мені қолдаған, жарысқа жіберген үшін. Балдарға келсін, өшіге жаттықсын, көшеде жүргенше жаттығып. Көшеде жүргенше, ұялы телефон шыққанша, компьютер ойнағанша залға келіп жаттықсын. Солай ма? Бәрекелді, ал, болашақ чемпион, қазіргі чемпион, тек алда сәттілік дейміз саған. Айдын, енді осы сіздің спорттағы киім үлгісі қандай болады? Киім үлгісі, егерде біз қазір грэплингке келетін болсақ, қазір раджгард деген киім үлгісі бар. Балдар сонымен шығады, раджгардпен. Егерде жаңағыдай джиу-джитсу стиліне келетін болсақ, ол жақта әрине міндетті түрде кимоно киетін болады. Ал ММА тұрғысына келсек, қазір шортымен, футболкамен, және аяғына футы, перчатка, шлем, капа, бандаж секілді осындай киімдер киеді, киім үлгілері. Бұл спорт жана ұрыс түрі деп айттық, көше төбелесі десек те болады. Бірақ ең бастысы осы залдың ішінде балаларды жаттықтыру. Ал енді мына енді кез келген ата-ана уайымдайды ғой. Ертең жаңа қолы сынып қалмай ма екен, басына бір жарақат келмей ме екен, сондай бір қорқыныштар болады. Сол кезде ата-аналармен жалпы сұхбат, сосын осы спортты мысалға өте сондай бір травма алғыш болмаса өте бір қауіпті деп айта аламыз ба? Енді қауіпті дегенде біз енді қолымыздан келгенше сақ қимылдауға тырысамыз, жаңағыдай сақ. Әрине спорт болған соң кез келген спорттың өзіне жараса травмасы болады, жарақаттары болады. Бірақ Аллаға шүкір, қазіргі таңда онда ешқандай үлкен жарақат бізде болған жоқ. Және қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз деген секілді қазір. Бірақ травма көп болады, бізден былай айтқанда құлақтары көп сынады балдардың деген секілді. Солай қолдары сынып жатады. Ол енді осы спортқа тән ерекшелік деп ойлаймын, ол болады. Өйткені ауырту әдістерін жасайды балдар. Мұрындары сынып жатады біреулердің. Өйткені қосындысы ғой әр спорттың. Ондай жарақаттар болып жатады. Бірақ та айтқанда бір сақтық шарасы ретінде да. Өйткені балдар ол біреулер намысшыл балдар болады, бермеуге тырысады деген секілді да. Олар сондай ереже бар өзіне сай. Оны былай уайымдамаса болады. Әрине енді жаңа былай айтқанда алғаш рет келген адам бірден ұрсын орташа тастамайды. Ондай ешқандай, ондай жоқ. Бала үйренсем дегенше, қалыптасам дегенше осы ортаға толығымен бәрін үйреніп, кейін барып, біздерде жұма күні спарринг болып тұрады. Соларға өзімен сараса сай, өзі новичоктар дейміз ғой, новичоктар шығады деген секілді. Сондай болады. Абылай жоқ. Ол шыға сала. Көбі қорқады, көп балдар келеді, мен ойлайды, олар төбелесем деп кішкене да страх болады да. Бұл спорт түрі біздің балдар енді клеткеде шығып жүр. Ол клетканың байытқан атмосферасы мүлдем бөлек болды. Есік жабылған кезде өзің секілді тер төкпемен бетпе-бет кездесіп тұрсын. Ол өте көп жүректері бармайды. Жүректер көбін дауаламайды бұл спортқа. Айтқанда мықтылар мықтысы ғана келеді.
түсінікті. Ал енді мына жарақат алуға қатысты тағы да бір сауал. Жалпы көптеген бапкерлер, спортшылар айтып жатады, жарақат алмас бұрын ең алдымен ең басты бір былай айтқанда себебі дене қызуы керек дейді. Әрине. Осы жаттығудың алдына мысалы мына разминка дейміз, бой жазу, қан жүгірту, сол қаншалықты маңызды, қанша минут созылу керек ол зат? Әрине, бұл ең бірінші алғашқы процестердің бірі тренировкадан. Біз балдарды ешқайсы мысалы біреулер кешігіп келеді, оларды сразу тренировка қосып жүрмейміз, олар кешігіп қалғандар өзін как болады жүгіреді, денесін қыздырады, өзін жақсы қыздырынғанша. Және де біздікі қалың киіндіруге тырысамыз, балдар өткен қалың киінсе, кішкене тер жақсы шығады, тер қан жақсы жүгіреді. Сол кезде балдар жарақаты аз болады, былай айтқанда. Ол өте керек. Кез келген спортта былай айтқанда обязательно разминка ғой. Дене қызуы бірден жоқ, оны мүлдем қатаң тыйым салынады. Соққыларға күреске жоқ, тыйым салынады. Оған тыйым саламыз. Ондай жібермейміз сондай. Енді тағы бір сауал. Ата-аналармен жұмыс қалай? Ата-аналардың енді біздің ата-аналарымыздың, мұнайлаудың ата-аналарының, Иса спорт кешенінің ата-аналарының қолдау өте керемет. Олар жарыста бастайын барып, қолдау көрсетіп, жанкүйер, және де оларды спортты өте жақсы көреді. Ішінде спортшы ата-аналарымыз да бар, бұрын қатысқандар да бар, спортты өте жақсы көреді. Қолдау. Менің жанымда чемпионның аты Сұлтанбек, тегі Абдулла. Бүгінгі таңда 2 жыл болған осы аралас жекпе-жекпен шұғылданып жүргеніне. Сұлтанбек, сені бұл залға кім алып келді? Қандай жарыстарға шықтың? Осы спорттан қандай бір әсер алдың? Осы жарысқа мені әкем әкелді. Өзім негізі бірінші ағамды апарға, сосын мен де барам деп айтқанда, мені осы жерге әкелді әкем. Сосын осы жерде дайындалып, жекпе-жектен жарысқа шықтым. Сол кезде осы Маңғыстау жарысында бірінші орын алғаныма Маңғыстау чемпионы атанғанмын. Сосын Алматы, Қандай қалаларға барды? Алматы, Астана, сол қалаларға бардым. Осы менің бапкерім Айдын ағай, Абас ағай, екеуі анда-санда Айдын ағай апарады, жарыстарға анда-санда Абас ағай жарысады. Осы мен Мұнайлының атын шығарам. Мұнайлыда барлық балада чемпион бола алады. Ең бастысы залда жаттығу керек. Жаттығу қажет. Өзіңнің арманың қандай болашақта? Болашақта осы әлем чемпионы болғым келеді. Әлем чемпионы болып, осы Маңғыстаудың атын шығарғым келеді. Ой, бәрекелді. Ал, мен саған сәттілік тілеймін. Алла қаласа, сен әлем чемпионы болғанда, мен жаныңда тұрып сенен сұхбат алайын. Қадірлі көрермен, бүгінгі хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бүгін біз грэплинг, ММА және панкратион спорты туралы айттық. Қос бапкерлік құрам Айдын бауырыма және де Елеман бауырыма үлкен алғыс, және де біздің жалындап тұрған жас спортшыларымызға да үлкен алғыс білдіреміз. Енді жаттығуды қорытындылайық. Жігіттер, бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Ешкімде жарақат жоқ қой? Бұйыртса, енді келесі сенбі күні грэплинг спорт түрінен жаттығу жасайтын боламыз. Алда уақытта жарыстар бар, тренировкадан қалмаңдар, жарай ма? Бүгінгі тренировка аяқталды.